Ассалаумағалейкум достар, көптен бері видео шықпай кетті. Бүгін қыстың соңғы күні 21 жыл Ұзынағаш мал базары Алматы. Қазір қатарынан жылқы, ірі қара, қой түсіріп беремін. Соңына дейін көріңіздер. Еркек жабағы шіле үлкен емес, 240 сұрап отыр. Саудасы бар. Бағанағыдай жабағы ұрғашылар 3 бас 225-тен сатылды. Ұрғашы 20-ның құлындары. Еркек тайға 220 сұрап тұр, жуас 1000-ге дейді даже. Екі дөнежін байталдар 450 мыңнан сұрап отыр. Екеуі де боз, бірақ асау екен. Жақсы денелері. Үлкендеу тай жабағы 270 дейді. Магазиннің бағасы енді саудасы кішкене бар. Ноқталар жаңа енді алынған ұқсайды, бірақ жуас. Үлкені 270. Ұрғашта 6-7 туған дейді, бірақ бұдан да көп туған бие. 450 мың сұрайды, боз, бірақ емшегі әлі көрінбейді особо. Кішкене кештеу боз сияқты. 450 мың. Кішкентай ғана бие. Мына полторашка местный дейді, бірақ жуан екен. Құнамнан өткенде бөлерін 500 мың дейді болары. Мынау российский дейді. 800 мың. Қазір артынан түсіруге тырысам, көресі айырмасын. Екеуі де полторашка. Артынан көрініс оң жағындағы 800 мың, сол жағындағы 500 мың. Екеуі де бір жарымыз. Екі еркек тай 450 мыңнан, біреу 450 мың. Бочка болып тұрған жас бие, бірақ еш уақыт өмірінде сүт алмаған дейді. Жақында туады 550 мың, болары 520 мың. Асау бие. Бойы да жақсы, әдемі. Тай чистогромный 360 мың. 360 мың еркек. Нан балай атқан тайды 270 мыңға сатты. Еркек 1,5 жасар. Машинаның үстіндегі тайлар 300 мыңнан сатылды. Бәрі ұрғашылар. Денелері примерно мынадан үлкен. Мына тайға 300 мың сұрап отыр, саудасы бар, бірақ машинадағылар үлкен. Еркек жабағылар осындайлар 220-дан дейді. Біреуді алынған сайт байлап отыр. 220-дан. Денесі жарқырап тұрайық. Жасы бағасы 5-ке шығады, 800 дейді. Әдемі айғырға. Көк бар, бір нәрсесі бар ма негізі? Өнер бар ма, бір нәрсесі бар ма дейм. Тазаған екен. Жуан 7 жасар жорға дейді. Бағасы 750 мың. Отасындай. Дөнен шығар, тазақан. Күштеген денесі ұзын тағы. Бағасы қанша дос? Миллион сұрап отыр. Қай жердің мал? Еркек бұқалар 220-дан сатылды. Асау еркекта 220-ға сатылды. 4 жасар дөнен 550 мыңғы жуас. Екі құлынды бие 700 мыңнан 3-4 туған, біреуі сауылған, бірақ аяғы байланып сауылған. Саудасы бар. Орта биелерді бойлары қатты. Үлкен емес. Жуас, ноқта жуас. Қараның құлыны кішкентай. Екі рет араладым, в общем, нормальный бие жоқ. Бәрі кәрі, немесе қысырмын мынау. Боз бие. Вроде жалғыз бие шықты, 580 сұрап отыр. Либо уже сатылып кетті бәрі. Жасы шлип көп тумаған. 580 мың сауда бар. Қазір тағы бір 3 байтал көрдім, оны да түсіріп берейін. В общем, полукровкалар. Ері бар. Ері бар 1 100 000 дейді. Мынау енді дөнен шығар. Маған ұнады. Саған етінен көріңіз қандай. Бұған, 700 мың сұрап отыр, 600-ға берем дейді. Полукровка. Айғырға 1 100 000 сұрап отыр, 5-те. 600 мың сұрап отыр екен, сауда бар. 700 емес, 600 сұрап отыр. Сар өші міні 3 боз байтал, 530-дан сұрап отыр, 480-ге берем дейді. Денелері орташа маған ұнады. Бірақ байталдарды саған кезде сүті
аз береді, сондықтан байталды ала бермейді. Анау бір туған бие 600 мың сары. Вот. Буаз мал жоқ, көбінесе базарда бар болса да кәрі мал. Сезон өтті. Семіз мал да жоқ, көбінесе сол өтетін жабағы, тай. Вот. 5-тен 6-ға шығатын айғыр 800 мың сұрап жатыр. Орташа бойы 160-тай. Көкпардың айғыры дейді, 8 жасар, 1 300 000. Болатын жағы 1 миллион. Бой биік, российский получаж. Шымкентте де салған дейді, Жаркентте де салған дейді. Я, еркек тайларды 180 мыңнан алыпты. Біреу кішкентай, екеуі жақсы енді, баға жақсы. Мынау бағана дөнен 400 мыңға сатылды. Шауып жүретін дөнен екен. 400 мың теңге, арзан кеткен сияқты, бой биік енді. 165 қой. Бұқа 210 болды. 210. Әрі қарға өтем. В общем, мына бұзаулы сиыр 335 мың болды. Мына емшектері желіні жақсы. Бір қора осындай бұқалар 230-дан дейді, болатын жағы. Байланған бұқалар бір жарымдар 380 мыңнан сұрап жатыр. Сауда бар. Мүйізді ақбастар, бұлар байланбаған. 400 мыңнан сұрап жатыр, бірақ бұлардың жастары үлкен. 2 жас қой примерно. 2 жастан асқан. 6-7 айлық бұзаулар 185 дейді. Ақбастар, еркектер. 1,5 жасар алатауский бұқа 400 мың дейді. Еркектер 240 мыңнан сұрап жатыр, сауда бар. Екеуі бірдей. Желіні мощный жас сиыр 525 мыңға сатылды дейді. Бұзау көрінбейді. Бұзау жоқ, скорее всего. Көкті 700 мыңға берем дейді. Мына ала, екеуі де үлкен бұқа, ала 540 мыңға сатылды. Көктің ұнамаған жері арпамен бағылған дейді. Сондықтан еті бос дейді. Сондықтан алмады 700 мыңға бір кісі. Бірақ үлкен бойлы биік бұқалар екен. Танаға 220 сұрап жатыр. Кішкентай бұзауға 200 мың сұрап жатыр. Бұзауларды 150-ге берем дейді. Еркек. Қара қасқаны 330-ға берем дейді. Бұл байланған. Ұрғашы бұзау 140 мың дейді, сауда бар. Осындай еркек бұзаулар 210 мыңнан сұрап жатыр. Алаға 320 сұрап жатыр, еркек. Төртінші бұзауы 130 мың, 5 литр бар дейді. Кішкентай сиыр. 400 мың дейді, семіз бұқа. Мыналарды 170 мыңнан сұрап жатыр. Окончательно 110 дейді, соңғы бағасы. Төртінші бұзауы 10 литр бар, 550 мың дейді. Әдемі сиыр. Қайт баратыр. Достар, қазір қой қатарын өтем. Сіздің араңызда сапалы сүт және тауықтың еті, бройлер өндіретін кісілер болса, маған WhatsApp-қа жазыңыздар. Тек WhatsApp, звондамаңыз. Номер экранда. 90 мыңнан саулықтар. Кішкентай қозылар 25-тен, мериностар. Қысыр аткормның қойлары 55 мың болар жағы. Текелер 35 мыңнан. Тоқтылар 45 мыңнан. Үлкен емес, бірақ бағасы аспан 115 мыңнан сұрап отыр. Буаз немесе қозыл қой кесар дейді. Мынақта үлкен қошқар бар. Анау үлкен қошқар бой биік. Оған 100 мың сұрап отыр. Мынау меринос тоқтылар 30 мыңнан.
ешкі 35, жібіш 15 дейді. Мына қара тоқты 38 мың болатын жағы. Достар, осымен видеоны аяқтаймын. Мал аз сияқты болып көрінді. Көрген үшін рахмет, сау болыңыздар.